Татар деген этноним, ол белгілі болғанша данлыклы этноним, көптен келе тұрған, ләкин қызғанша қаршы оның ышанычлы этимологиясы жоқ. Бір нәрсе аңлашыла, бұл этноним Түркиялар дүниясында болған башқа этнонимлар бір тип этнонимға туры келе. Мәсәлән, Хазар, Бұлғар, Татар. Яғни бұл этнонимларның ақырында біз ар деген сөзді көрәбіз. Шындықта ғалимдардың фикірі бойынша бұл ир деген сөзден келіп шыққан. Яғни Бұлғар, Хазар деген сөзді ақырында ир деген мәғіне бар, һәм ол ғөммен кіші деген түсіншені аңлата тұрған нәрсе. Әмма менә тат деген тамырдың қайын келіп шыққаны белгілі түгел. Дұрыс, тат деген халык та бар Кавказда. Һәм Иndo-Иран тілі бойынша тат деген сөз ол шит деген сөзді аңлата. Башқа халык деген түсіншені аңлата. Яғни нендір бір түркімі үшін ят болған этник түркімі аңлатырға мүмкін. Шунда келіп шыққан болуы мүмкін. Әмма бұлай түгел генә мәгънәсе белгілі түгел тат деген сөздің. Яғни біздің үшін татар деген этноним шындықта мәгънәви яқтан бек аңлашылмай қайын келіп шыққандығы.